кешкі жүні өртеден. Әрі қарай осы аңызды жалғастырайық. Кім айтады? Жақсы, Асылхан айтамын. Ертеде бір саяхатшы Сайрам қаласына барып, ұлы жібек жолын зерттейді. Ол сол Сайрам қаласының ханына барып, ұлы жібек жолын көрсетуге сұрайды. Ол саяхатшы барып, сол жақты іздеп танып, сол барлық тапқан заттарды зерттеп зерттеуге жазып алды. Сонша ол өз еліне қайтып, сол ханына өзінің деректерін беріп, осылайша ұлы жібек жолы туралы бір кітап жазды. Отырамын. Енді осы сіздерде осы орта ғасырлық қалаларға саяхаттағыларыңыз келе ме? Иә. Олай болатын болса, осы саяхаттау үшін біздер жолдама алайық. Жақсы, жолдаманы алдыңыздар. Енді келесі бетін қарай қойыңыздар. Ненің суреті бар? Қалалардың суреті бар, иә? Яғни, қазір енді осы оқушылар бірінші отырар тобын оқушылар, яғни отырардың суретін алған оқушылар бірінші топқа жайғасақ, отырар тобын тездете қояйық. Отырар қаласының суретін алған оқушылар. Отырар қаласының суретін алған оқушылар бірінші топқа. Келесі Тараз тобының суретін алған оқушылар екінші топқа жайғасамыз. Екінші топқа жайғасамыз. Түркістан қаласының суретін алған оқушылар үшінші топқа Түркістан тобына жайғасамыз. Және төртінші Сайрам қаласының суретін алған оқушылар Сайрам тобына жайғасамыз. Жайғасып алдық, қалалар. Жайғасып алсақ, қазір енді экранға назар аударайық. Бейнематериал көреміз. Жібек жолы бойында тұрған Отырар, Тараз, Сайрам, Түркістан, Суяб, Баласағұн және тағы басқа қалалар өркендеп, сауда орталығы ғана емес, сонымен қатар мәдени және ғылым ошақтарына айналды. Орталық Азия, оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өткен жібек жолы 14 ғасырға дейін пайдаланылды. Оның жойылуына тайпалар арасындағы соғыстар мен қытайлықтардың теңіз жолдарын игеруі себеп болды. Ғасырлар өте ұлы жібек жолының тарихи орны мен маңыздылығы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің құрылысымен жалғасты. Жақсы, бейнематериалды көрдік. Енді балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыздар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыздар? Я? Бейбарыс? Ұлы жібек жолының қазіргі Қазақстанға қандай әсер ететінін. Жақсы. Я, Мұстафа? Орта ғасырлық Қазақстанның экономикалық және мәдени дамуына ұлы жібек жолының ықпалы. Ықпалы деп ойлаймын.
ойлайсың, иә? Жақсы. Отыра алайық. Олай болатын болса, дәптерімізге жазайық, балалар. Бүгін дәптерімізді ашып. Наурыздың бірі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Орта ғасырлық Қазақстанның экономикалық және мәдени дамуына ұлы жібек жолының ықпалы. Дәптерімізді ашып жаза алайық. Жазып алсақ, ал енді сабақтың тақырыбы қандай болады? Кім қандай пікір айтады? Сабақтың мақсаты. Сабақтың мақсаты қандай болады деп білесіздер? Иә. Аружан. Сабақтың мақсаты қандай болады деп білесіздер? Ұлы жібек жолының қалыптасуы дейді. Ya. Ұлы жібек жолының қарым-қатынасы. Тағы да. Ya, Сахан. Ұлы жібек жолының шаруашылықтағы мәдениеттегі экономикадағы ықпалы. Жақсы. Отырыңдар. Бүгінгі сабақтың мақсаты ұлы жібек жолының қала мәдениетінің дамуына әсерін анықтау, көшпелілер мен отырықшылар арасындағы экономикалық байланыстарын анықтау. Орта ғасырлық қалалардың дамуында ұлы жібек жолының алатын орны ерекше. Осы мәдениеттің дамуына, экономиканың дамуына, әлеуметтік және халықаралық қатынастың дамуында ұлы жібек жолы үлкен рөл атқарады. Сабағымызды әрі қарай жалғастыра отырып, біздер осы қазір тақырыптың түйінді сөздері, сөздер банкісі. Яғни көптеген қалалар берілген, яғни осы қалалардың ішінде қазақ жеріндегі ұлы жібек жолындағы қалаларға қайсысы жатады? Негізгі қалалар, яғни біздің тақырыпқа ауыстырылу керек. Я, кім айтады? Айта ғой? Негізгі қалалар